Сәлем достар, бүгін біз Pinduoduo сайтынан заттарды іздеп үйренеміз. Заттарды іздеудің үш жолы бар. Біріншісі, төбеде тұрған иероглифтарды көріп тұрсыздар ма? Ол категория товаров. Сол иероглифтарға бассаңыздар, осындай әртүрлі категориялар шығады. Біріншісінде, әркімде әртүрлі болуы мүмкін. Біріншісінде, например, мынау портмоне, кошельки. Бассаңыздар, неше түрлі ішінде портмоне, кошельки осылай шығады. Екіншісінде мебель, для дома вещи. Осындай басасыздар, ішінде үйге арналған осындай мебель, стол, стулья барлығы шығады. Екіншісінде кухняға арналған болуы мүмкін. Төртіншісінде косметика арналған болуы мүмкін. Ол өздеріңіздің постоянно іздеп жүрген заттарыңызға байланысты болады. Екінші іздеу жолы ол суретпен. Фотоаппаратты басамыз, төбеде кез келген іздеген суретіңіз осылай қоямыз. Сол кезде сізге тура сондай затты немесе соған ұқсайтын затты осылай шығарып береді фотомен. Енді үшінші жолы товардың іздеу ол Google переводчик арқылы. Google переводчикқа кіресіздер, русский, китайский деп қойып аласыздар. Сөйтіп, например, женские сумки іздейік біз. Женские сумки деп жазып аламыз. Сөйтіп, астына шыққан иероглифтің төбесіне бір бассақ, копировать деген шығады. Соны копировать етіп, төбесіне лупаның сурет тұрған поисковикке вставить етіп, іздеу дегенді бассаңыздар, осындай әртүрлі бағасы да әртүрлі, түрлері де әртүрлі женские сумки шығады. Міне қыздар, товардың іздеу осындай үш жолы бар.